Қайырлы күн. Менің есімім Аманжол Нарбайкетұлы. Бұл менің Қазақстан тарихы бойынша бірінші аралық бақылау жұмысым. Бұл жұмыста мен қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлерімен және оның өзара сабақтастығы жөнінде сөз қозғайтын боламын. Ең алдымен қазақ мемлекеттілігі дегеніміз не? Ол бізде сонау ықылым заманнан бері сан ғасырлар бойы қалыптасқан терең тамыры бар тарихи феномендердің бірі. Бұл тек қана саяси құрылым емес, бұл біздің ұлтымыздың жаны, тарихи жадымыз және рухани өзегіміз. Біздің мемлекеттілік дәстүріміз сонау Еуразия даласындағы сонау ең көне өркениеттерден бастау алады. Сақтар мен ғұндардан бастап, түркілер мен қыпшақтарға дейін барлығы өз дәуірінде ел басқару, жер қорғау, заң орнату сияқты мемлекеттік негіздерді қалыптастырды. Енді бүгінгі тәуелсіз Қазақстанымыз сол көне дәстүрлердің заңды жалғасы. Енді осы тұстан қарағанда қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері тек қана осы егемендік принциптерін суреттеп қана қоймай, халқымыздың тарихи жадын, ұлттық кодты, бірлікті және тәуелсіздікке ұмтылысын бейнелейтін баға жетпес асыл бір құндылықтардың бірі десек те болады. Осы қазақ тарихында осы бір мемлекеттіліктің бір аса бір құнды феномендердің бірі қазақ хандығы. Енді қазақ хандығының құрылуына дейін тарихи алғышарттарына келетін болсақ, енді жалпы қазақ хандығы ол бізде ұлы дала даласындағы бір мемлекеттіліктің бір аса бір құнды феномен десек те болады. Ол бізде тек қана бір күнде болған құбылыс емес, ол бізде мыңжылдықтарды қамтыған этникалық, саяси және даму мәдениетінің нәтижесі еді. Біздің жерімізде өмір сүрген сақтар, ғұндар, үйсіндер, қаңлылар, кейінгі түрік қағанаты, Қимақ және Қыпшақ мемлекеттері бәрі де мемлекеттің бастау бұлағы болды. Мәселен, сақтардың патшайымы Томирис елдің тағдырын шешсе, ғұндарды мүлде қалған осы Еуразия материгін алып жатқан ұлы даланың ұлан-ғайыр даласын жерлерін біріктірді. Түркі қағанаты тұсында алғаш рет түркі атауы саяси және тарихи мәнге ие болды. Және де тағы да бір айта кететін жайт, түрік қағанаты тарихи ескерткіштерде Бенгу ел деп аталған деседі. Ал біздің қазіргі тілмен айтқанда бұл бізде мәңгі ел. Ал одан бөлек бізде осы мәңгі ел атауынан бізде еліміздің бір концепциясы, саяси бағыты, ұстанымы мәңгілік ел идеясы қалыптасты. Одан бөлек сол кезде билік құрылымы қаған, бектер, тархандар, ру тайпалық жүйе арқылы жүзеге асты. Бұл кейінгі қазақ билігінің дәстүрлерінің ошағы, іргетасы. Жалпы тарих сахнасында қазақ мемлекеттілігіне әсер еткен тарихи маңызды оқиғалардың бірі бұл бізде моңғол шапқыншылығымен және оның өркениеті және ұлыстардың дәуірі. Жалпы 13 ғасырда орын алған моңғол шапқыншылығы қазақ жерінің саяси құрылымына бір үлкен өзгеріс әкелді десек те болады. 1219-1221 жылдарындағы шапқыншылықтан кейін Жошы ұлысы, кейін Алтын Орда құрылды. Алтын Ордада жергілікті түркі тілдес халықтар билік жүйесіне араласып, мемлекеттік басқарудың түркі исламдық дәстүрін қалыптастырды. Бұл кезең қазақ мемлекеттілігіне бір үш маңызды мұра қалдырды десек те болады. Ол бізде біріншісі басқару жүйесі. Хан, сұлтан, би, батыр өзара бір иерархиясы құрылды. Одан бөлек екіншісі ол бізде діни бірігу. Ислам діні ол бізде мемлекеттілік идеология ретінде көтеріліп бекітілді. Одан бөлек үшіншісі ол бізде территориялық тұтастығымыз. Территориялық тұтастық идеясы ол бізде дешті қыпшақ ұғымы қазақ ұлтының этникалық шоғырлығына жалпы негіз қалыптастырды. Алтын Орда әлсіреген соң оның орнына Ақ Орда, кейін көшпелі өзбек мемлекеті Әбілқайыр хандығы, Моғолстан мемлекеттері сияқты осындай бір одақтастықтар мемлекеттер пайда болды. Міне осы тарихи орта қазақ хандығының құрылуына тікелей алғышарттар әкелді. Жалпы тарих сахнасына үңілетін болсақ, 15 ғасырдың екінші жартысында шығыс дешті Қыпшақ даласында көшпелі өзбектер мемлекеті немесе Әбілқайыр хандығының билігінің әлсіренуі мен ішкі қақтығыстар салдарынан осы мемлекет ел тұрақсыздығына тап болды. Сол кезде Керей мен Жәнібек бастаған сұлтандар, оның артынан ерген ру тайпалар Моғолстан ханы Есенбұға берген шу мен талас өңіріне көшіп, 1465-66 жылдары қазақ хандығын құрды.
Енді жалпы айта кететін болсақ, бұл оқиға қазақ халқының саяси егемендігі мен тәуелсіздік жариялаған бір тұңғыш тарихи прецеденттердің бірі. Одан бөлек осы хандық құрылу арқылы этникалық тұрғыдан қазақ халқының бірлесуін жеделдеткені сөзсіз. Қазақ хандығы осы аумағы осы 16 ғасырда батыс Қазақстанның аймақтарына шейін қамтыды. Енді ол бізде Қасым ханның тұсында кеңейіп, осы Жетісу мен Сыр бойынан бастап Еділ мен Ертіске шейін жайылды. Хандық дәуірде ел басқару жүйесі жетілдіріліп, Қасым ханның Қасқа жолы, Есім ханның Ескі жолы және де Тәуке ханның Жеті жарғысы секілді осы бір Қазақтан заңдық мәдениетін осы қалыптастырды десек те болады. Аталмыш заңдық кодекстерде адамгершілік, әділеттілік, еркіндік, кеңес арқылы шешім қабылдау жөнінде түрлі дәстүрлер мен заңнамалар көрініс тапқан. Осындай басқару үлгісі қазақ мемлекеттілігін ғасырлар бойы сақтап қалуға бір мүмкіндік берді. Дей тұрғанмен, осы солтүстіктегі көршіміз Ресей империясы сол 17-18 ғасырларда қазақ даласына өз көзін тіккен. Олар қазақ жерін Орта Азияға кіретін кілт пен қақпа ретінде қарастырған екен. Сол уақыттарда Ресей империясы еліміздің солтүстік беткейіне көптеген әскери бекіністер мен фортпосттар салып бастады. Жалпы тарихи сахнаға үңілетін болсақ, 1730 жылдары Кіші жүз ханы Әбілқайыр хан Анна Ивановнадан, Ресей императрицасы Анна Ивановнадан бодандық, яғни протекторатты қабылдайды екен. Уақыт өте келе бір ғасырдан ішінде жалпы қазақ хандығының аумағы толықтай Ресей империясының құрылымына кіріп, осы кезде хандық билік әлсіреп, хандық билік жойылады екен. Алайда осы кезде қазақ халқының бір ұлт азаттық көтерілісі, егемендікке деген жолдарын ескермей кетуге болмайды. Мәселен, Махамбет Исатай бастаған көтеріліс, Сырым Датұлы бастаған көтеріліс, 1870 жылдардағы Адай даласында болған Иса Досан бастаған көтерілістер осы ұлттың рухын, руханиятын, бір батырлығын оятқан десек те болады. Жалпы 20 ғасырдың бас тұсына қарай алпауыт Ресей империясы түрлі салдардан әлсірей бастайды. Ол бізде батыстағы мануфактура мен индустриализацияның дамуы, Орыс-Жапон соғысы және тағы да басқалары. Осы мәселені қолданып, мемлекет ішінде түрлі ұлттық және әлеуметтік қозғалыстардың күшеюі байқалады. Оның ішінде қазақ зиялыларына егемендік және тәуелсіздік идеяларын қайта жандандыруға мүмкіндік берді. Мәселен, 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Жақып Ақбай секілді бастаған қазақ зиялылары, бір топ қазақ зиялылары Николай II патшаға петиция жариялайды екен. Осы петицияда қазақ халқының мұң-мұқтажын жеткізіп, қазақ халқының ар-намысын, абыройын аяқ асты етпеуге, патша әкімшіліктердің жүгенсіздігі туралы және тағы да басқа өзекті мәселелерді қамтыды. Бұл бізде тарих атауына қарқаралы петициясы ретінде есте қалды. Одан бөлек 1917 жылға қарай Ресей империясы толықтай құлдырап, оның орнына уақытша билік құрылады екен. 1917 жылы желтоқсанында Алаш автономиясы жарияланып, Алашорда үкіметі жарияланды. Осы боста Алаш қайраткерлері Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы секілді бір топ ұлт зиялылары қазақ халқын өркениетті елдер қатарына қосуға, ұлттық мемлекетті қалпына келтіру жолында білім мен мәдениетті ғылымды дамытуда аянбай еңбегін бар күшін салды. Одан бөлек Мұстафа Шоқай бастаған бір топ зиялы қауым Түркістан жерінде Түркістан автономиясының негізін салды. Бұл мемлекеттің басты идеологиясы бұл бізде пантюркизм, яғни әлемдегі барша түркі халықтарының басын біріктіру. Дей тұрғанмен де Алаш қозғалысы мен осы Түркістан қозғалысы көп өмір сүрмесе де, ол біздің ұлтымыздың жадында тарихи новатор, қазақ мемлекетінің жаңғыртушысы ретінде есте қалды. Бұл ұлт азаттық қозғалыс болашақ тәуелсіз Қазақстанның идеясына бір нағыз берік іргетасы. Енді тағы да бір айта кететін мәселе, бұл бізде Қазақстан тарихындағы алғашқы кеңестік және социалистік республикалардың қалыптасуы. 1920 жылдың 26 тамызында
РКФСР құрамында Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы жарияланды. Бұл тарихи оқиға қазақ тарихында алғашқы кеңестік республика болып қалды. Және осы орайда еліміздің шекарасы межеленіп, шекарасы бекітілді. Мәселен, 1920 жылдың жаз айында қазақтан шыққан тұңғыш математик профессор Әлімхан Ермек Владимир Лениннің қасына барып, 8 сағат бойы осы картада қазақ жерін дәлелдеп, қазақ шекарасын межеледі. Бұл бізде қазақ шекарасын қалыптастыруда аса бір құнды тарихи оқиға. Одан бөлек баршамыз білетіндей, қазақ атауы бізде бірден келген жоқ. О баста біз қырғыз атауымен жүрдік. Осы кезде 1925 жылы Қырғыз немесе Қазақ АКСР-ның кеңесінің 5-ші съезінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы қырғыз бен қазақ екі бөлек ұлт екенін дәлелдеп, кейін ресми құжаттарға бізге қазақ атауын қайтарды. Бұл тәуелсіздік жолында жасаған ең батыл әрі маңызды қадамдардың бірі. Жалпы осы қазақ кеңестік республикасы жөнінде сөз қозғасақ, қазақ даласында коммунистік режимнің озбырлығы мен сорақылығы туралы ұмытпағанымыз жөн. Қабдеш Жұмаділдің академиктің көз жасы повесінде осы бір жағдай суреттеледі. Осыны айтып берсем. Қазақ даласында небір коммунистер болды. Осы бір Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин, Әлібек Жангелдин немесе Николай Степнов деген коммунистер болды. Олар осы қазақ даласында қызыл жүйенің дамуына бір орасан зор үлес қосты. Осы повестің бір үзіндісінде айта кетеді деседі. Тұрар Рысқұлов пен Сәкен Сейфуллин осы бір жиында Сталинге хат жазып, Сталинмен кездесуін сұрайды екен. Сталинмен кездескен кезде олар айтады деседі. Осы қазақ халқы осы қазан төңкерісінің бір зардабын шеккен жоқ. Осы қазақ халқы осы қазан төңкерісінің бір зардабын шегу керек деседі деп сұраған екен. Енді қазақ халқында бір мақал-мәтел бар ғой, өз басына тілеген аурудың емі жоқ деді. Осы кезде Сталин қазақ даласына бір қатысы жоқ қужақ Филипп Голощекинді қазақ крайкомының басшысы ретінде сайлайды екен. Осы озбыр адамның салдарынан 1931-33 жылдары қазақ даласында ұлы нәубет орын алып, қазақ халқының 1/3 бөлігі қырылып қалды. Қазақ популяциясы едәуір төмендеді. Осындай бір сорақылық, озбырлық жағдайды біз өзіміз ешқашан ұмытпауымыз қажет. Уақыт өте келе 1936 жылы Қазақ АКСР кеңестік КСРО құрамындағы бір одақтас республика дәрежесіне көтеріліп, өзіміздің бір коммунистік символдағы байрағымыз, әнұранымыз, елдамамыз негізделді, қалыптасты. Тағы да айта кететін жайт, осы одақтас республикада ғылым мен мәдениет дамыды. Десе де, бұл кезеңде мемлекеттік элементтер шектеулі болғанмен де, жаңағы айта кеткендей, ғылым мен мәдениет, білімде, тілдің дамып, мәдениет пен ғылым өркендеді. Енді баршамыз білетіндей, жалпы жаһандық тарих сахнасында 20 ғасырдың 80-90 жылдарына қарай бүкіл әлемде социалистік коммунистік режимнің құлдырауы орын алды. Осы орайда қылышынан қан тамған Кеңес одағы 1980 жылдары өз басынан экономикалық тоқырау мен саяси дағдарысты шекті. Осы орайда көптеген одақтас республикаларда егемендік үшін, тәуелсіздік үшін түрлі қозғалыстар, ойлар бастады. Мәселен, 1986 жылы желтоқсан оқиғасы ол бізде халқымыздың азаттығы үшін, бодандыққа қарсы үшін күресін бір суреттейтін маңызды бір оқиғалардың бірі. Сол кезде халқымыздың жас өрендері Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова секілді жас өрендер желтоқсан ызғарына қарамай осы бодандыққа қарсы шықты. Мәселен, Ресейдің осы Ульянов облысынан келген Геннадий Колбин басшы Қазақ коммунистік партиясының басшысы ретінде тағайындалды. Осы кезде жасөспірімдер 16-17 жастағы жастар далаға шығып, қазақты қазақ басқарсын деген
ұрандатып қазақ халқын бір руханиятын, батырлығын оятты. Осыдан кейін жалпы одақтас республикаларда түрлі бір митингілер орын алып, жайлап, кеңес одағы жайлап, жаймен ыдырай бастайды. Кейін 1990 жылы 25 қазанда еліміздің егемендігі жарияланып, бір жылдан кейін 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Бұл ғасырлар бойы үзілмеген мемлекеттілік дәстүрлердің бір заңды жемісі, нәтижесі. Бүгінде тәуелсіз Қазақстанымыз бұл бізде заманауи саяси институттары бар, халықаралық аренада бір беделді мемлекеттің символы. Конституция, рәміздер, ұлттық валюта, төл теңгеміз, сыртқы саясат, көпвекторлы саясат бәрі де осы мемлекеттіліктің жаңа дәуірдегі нышандарының бірі. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйініне келетін болсақ, қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері мен сабақтастығы бұл тарих пен болашақты жалғайтын бір байланыстырушы көпір. Сақтар мен ғұндардан басталған, түркілер мен қыпшақтар арқылы жалғасқан, қазақ хандығы мен алаш қозғалысы арқылы жаңғырған дәстүрлер бүгінде тәуелсіз Қазақстанды жаңа деңгейге көтерді. Біздің жас ұрпақтың басты міндеті бұл бізде сол дәстүрлерді сақтау, байыту және келер ұрпаққа атадан мирас ретінде жеткізу. Себебі тәуелсіздік ол бізде дайын күйде ешқашан берілмейді. Ол бізде ғасырлар бойы ұлт жүрегінде қорғалған бір бізде қасиетті аманат. Ендеше біз өз тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай етіп сақтауымыз қажет. Назарыңызға рахмет.